бақытты байтақ отан бар алашым. Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Құндылықтарын ұлықтайтын ұлттық радио желігіне жаңадан қосылған тыңдарман болса, қайырлы кеш дейміз. Эфирде әр сәрсенбінің кешінде тікелей толқында өтетін өнегелі отбасы хабары. Бағдарлама барысында дыбыстық қадағалап сізбен бізді байланыстырып отыратын әріптесім Еркебұлан Жұмаділұлы, ал микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Тәрбие тал бесіктен. Бүгінгі бағдарламамыздың басты тақырыбы осындай. Ардақты ағайын, егерде бағдарлама барысында ой туындап жатса, немесе қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, біздің 55-33-66 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға әсте болады. Студиямыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының докторы, абайтанушы Омар Жәлел мырза. Студиямызға қош келдіңіз, Омар аға. Қош көрдік. Тектілігі тегінен дараған қазақ ұлты ұрпағының тәрбиесіне сонау ықылым заманнан ақ ерекше мән берген. Баланың жастайынан ойлы, саналы, сауатты, білімді, әсіресе рухани жағынан бай, қоғамның мүшесі болып қалыптасуына ерекше көңіл бөлген. Осы тұрғыда Мұхтар Әуезовтің ел болам десең бесігіңді түзе деген сөзі бекер айтылмаса керек. Баланы жастан деп жатамыз. Балаға тәрбие беру қай кезден басталады, Омар аға? Ең алдымен атана өзін тәрбиелеу керек емес пе? Өте жақсы сұрақ қойып отырсыз. Мынау жалпы баланың тәрбиесі қайдан басталады деген кезде Абай атамыз айтады, баланың ғылым білім махаббатының оянуының себептері бар дейді. Жалпы Абай атамыз баланы өзі ғылым білімге махаббатының оянуына байланысты өлшейді баланы. Сондаға қашан бір бала ғылым білімді махаббатпен көксерлік болса дейді, сонда ғана оның ат адам болады дейді. Қатты айтады, кесіп айтады, болмаса жоқ дейді. Сондықтан шынында да баланың өзі сапасы немен өлшенеді деген кезде, шынымен баланың сапасы сол бір білсем деген бір кеудесінде құмарлықтың, сол жан құмарлығының оты бар балаларды көрген кезде бәрекелді, мына бір көзінде оты бар бала екен деп жатамыз. Шынымен де осы баланың негізгі критерийі, өлшемі. Енді бұл қайдан пайда болады деген кезде себептері бар дейді. Бұның себептері дейді, әуелі хауас сәлим дейді, һәм тән саулық дейді. Бұлар туысынан болады дейді. Сонда өзіңіз ойлаңыз. Сонда баланың жаңағы екі себебі ғылым білімге махаббатын оянуының туысынан болып тұр. Хауас сәлим деген сөз араб тілін аударған кезде хауас сезім болса, сәлим толық, баланың толық сезімді болып дүниеге келуі. Белгілі педагог ғылымдарының докторы профессор Советхан Ғаббасовтың баланы тәрбиелеудің жаңа методтарының еңбегінде жалпы баланың жанының 12 каналы бар екендігі туралы айтылады. Оның ішінде мысалы атап айтар болсақ, сүю, ұялу, сезіну, ұнату, жек көру сияқты 12 каналы бар екен жанның. Сол баланың сол 12 каналы, жанның каналы ашылып тууда мүмкін екен, жабық болып тууда мүмкін екен. Іштен, туысынан дейді оны. Сондан бұл енді Сон Советхан Ғаббасов ағамыз айтады, сіздер қазір мына ұялу деген каналы бар ғой, жанның мысалы. Сіз қазір сол кісі бір кездескенде айтты, сіздер қазір осы жаңа туған балалардың бір ұялып бетінің қызарғанын көрдіңіздер ме деп бізге сауал қойды. Біз айттық, жоқ дедік. Шынымен де қазір жаңадан туып отқан балалар 3-4-5 жасар мысалы беті қызарып ұялғанын көрмейміз деп бәрі айтып жатыр. Ол неліктен жабық болды? Сонда ол енді неден туады деген кезде бұл анасына байланысты болса керек. Ішкі жан дүниесіне мән бермейтін, ішкі жан дүниесі, өзінің ішкі жан дүниесінің жаңағы жанының каналдары ашылмаған әйелден жаны каналдар ашылмаған бала туады екен. Оны Машһүр Жүсіп атамыз айтады, меңіреу әйелден меңіреу бала туады дейді. Сондықтан бұл үлкен проблема. Бірақ бұған қазір ешкім назар аударып жатқан жоқ. Одан кейін егер ол баланы кейіннен дейді осы хауас сәлімі болмаса, яғни оның ішкі жан дүниесі ашылып тумаса, оны кейін оқытпа, одан ешқандай пайда болмайды екен. Неге? Өйткені мынау
қарасаңыздар жаңағы біздің қазақ неге бұрын жаңағы басын тауға да ұрып тасқа ұрып кәдімгідей дайындалған, мына некеге дайындалған қалыңдық іздеген. Сонда бұл хауас сәлім болып туудың басты шарттарының бірі бұл тектілік мәселесі, қан араласпау мәселесі, неке төсегінің не харам ас араласпау мәселесі. Сосын енді ұлы сөзде ұят жоқ дейді. Жаңағыдай бұл екі жастың арасындағы махаббатқа да байланысты. Қазіргі кезде шығып жатыр ғой, мысалы неке шарты, келісім шартпен некеге отыру деген шарттар. Шын мәнінде өзі қазақ айтады ғой, біріншіден не жаман, өсек жаман, екіншіден сүймеген төсек жаман дейді. Ер жігіттің бойында болмаса өнер, жүргеннен не пайда, есен аман дейді. Сонда жаңағы сүймеген төсектен, яғни араларында махаббат жоқтан бойында өнер жоқ адамдар дүниеге келеді екен. Қызық. Көрдіңіз, сонда қазақ бұрынғы талғамы өте күшті болған. Жалпы мынау өмірдің заңдылығы, талғам күшті болған сайын, сұраныс күшті болған сайын, мына берілетін, туатын балалардың да сапасы арта береді екен. Бірақ өкінішке қарай біз өзіміздің сол ұлттық сұранысымызды азайтып алған халықпыз. Өйткені небір нәубеттерді басымыздан кешіргеннен кейін біз әйтеуір аман болса екен, көз алдымда қарайып жүрсе екен дегендей бір сондай бір аянышты жағдайға жетіп қалдық. Бірақ қазір заман өзгерді, тәуелсіздік алдық. Енді қазір бізден мынау қоғам, даму, әлемдік даму сапаны талап етіп отыр. Сонда бұл ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы сомдаған осы бала тәрбиесіне, баланың дүниеге келуіне біз назар аудармасақ еш болмайды. Шын мәніндегі бұл үлкен мәдениет қой. Мысалы, сіздер білесіздер, Әбу Ханифаның дүниеге келуі, адал жігіттен, адал қыздан, Құнанбай атамызды, Зере анамыз дәретсіз емізбеген деп жатамыз. Көптеген мысалдар бар жаңағы. Тазалықты тұтқан, тазалықтан көкірек көзі ашық, әйелден ғана ол көкірек көзі ашық, яғни жаны ашылған балалар туады екен. Сондан Машхұрсып атамыздың жаңағы айтатын бар ғой, әйелін оқытқан жақсы дейді, әйелді оқыту керек дейді. Бірақ әйелді қандай білім алу керек дейді, зәру білім алу керек дейді. Сонда зәру білім дегеніміз, ол қандай білім деген кезде ол әйелдік табиғатын ашатын білім алу керек екен. Мысалы, мынау өзінің иманын, арын жетілдіретін жаңағы білім алу керек екен. Мысалы, дін білімі, тіл, музыка, шет тілі, әртүрлі эстетикалық сабақтар, мынау шын мәндегі көкірек көзі ашық баланы сіздер Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі деген повесінен біз байқаймыз. Сонда Бейімбет Майлин сол жаңағы совет одағы келген кезде, орнаған кезде қыздарды жаппай оқыта бастады ғой. Сонда өзінің соған наразылығын, ата дәстүрдің жаңағы жойылып бара жатқандығына сондай ақырын ғана, болмашы ғана, елеусіз ғана өзінің қарсылығын білдіреді. Қазір қазақ қызды оқыту деген шартты дейді. Сол шұғалар хат әзер танитын дейді. Бірақ шұға десе шұға-дау, шіркін-ай, ішіңдегі айтпағыңды көңілмен сезіп қабағыңнан біліп қойшы дейді. Міне байқайсыздар ма, сонда анау шұғалар, кеше қазақтың қыздары, олар қазіргідей университетте оққан жоқ, олар қазіргідей кітаптан бас алған жоқ, бірақ олардың көкірек ойы, көкірегі сезімді болып олар дүниеге келді, жақсы ата-анадан дүниеге келді. Сондан сол замандағы қазақтың қыздарының жаңағы көкірегінің жүректігі, зерделілігі таң қалдырады. Міне қазіргі кезде біз оқу дейміз, шын мәніндегі ол оқып, бірақ көкірегіне ештеңе тоқымаса, ондай оқудан қандай пайда бар? Сондан ол жаңағы мәселелерге біз оралуымыз керек. Енді Мәшһүр атамыз айтады, жаңағы осы үлкен мәдениет болған дейді, баланың дүниеге келуі туралы. Мәселе қойып отыр. Бірақ қазақ қазір осының бәрін ұмытты дейді. Соны 19 ғасырда айтып отыр сонда. Қазіргі қазақтың баланың дүниеге әкелу бұқаның қашарға артылғандай ғана болып қалды дейді. Яғни ана бүкіл мәдениет ада болды дейді ғой. Сонда сіз ойлаңыз, қазақта сөз бар ғой, түйені жел шайқаса, ешкіні көктен ізде дейді. 19 ғасырда қаймағы бұзылмаған қазақ мәдениет туралы сөйтіп айтып отыр Машхұрсып. Ал енді бізге қазіргі кезде не жорық? 21 ғасырда мынау алапат тасқынның арасында астында өмір сүріп жатқан қазақ. Міне сондан орында бар оңалар дейді, біз осыларды айтуға міндеттіміз. Неге? Өйткені шын мәніндегі шын қасиетті бала, ол қасиетті некеден, пәк, таза некеден дүниеге келеді.
текті ұрпақтардан ғана дүниеге келеді. Оны біз алдай алмаймыз, ол табиғатты. Бұл заңдылық дейсіз ғой. Бұл заңдылық, бұл бұлжымайтын заңдылық. Енді халқымыздың ұлағыны Хакім Абай баланың өмірді танып білуіне, оның бойында қалыптасар барлық қасиеттеріне бір жауапты адам ата-ана дейді. Балаға көбінесе үш алуан адамнан мінез шығады. Біріншісі ата-анадан, екіншісі ұстазынан, үшіншісі құрбысынан дейді. Осы ортаның жалпы достарының әсері қандай болады? Сонда қарасаңыздар, жаңағы Абай айтады, ғылым білімге махаббаттандырмақ тек әлгі айтылған үшеуінен дейді. Әлгі дейді. Әлгі дегеніміз сонда бірінші хауас сәлим, екіншісі тән саулық, яғни 12 мүшесін сау бол. Үшіншісі ғана қалмысы дейді, қалғаны деген сөз ғой. Жақсы ата, жақсы ана, жақсы ұстаз, жақсы құрбы дейді. Біз әуезе қылып жүрген, біз негізгі баса назар аударып жүрген әлеуметтік орта, ол үшінші ғана Абайдың дүниетанымында. Сондан қазақ айтады ғой, туысы жаман деген сөз бар қазақта. Қазақ айтады, туысы жаманды түйесінен ит қабады дейді. Көрдіңіз бе? Сонда бұл қазақ сонда неге назар аударған деді? Қазақ туысына назар аударған ғой баланың. Бізде қазіргі кезде ол баланың туысына кім назар аударып отыр? Біз ойлаймыз, баланы туғызып алайық, сосын көреміз деп. Шынымен бұл жаңсақтық қой. Баланың туысына назар аудару керек. Міне сондан кейіннен сол туысы жақсы баланың тәрбиесін кейіннен барып, жаңағы 12 мүшесі сау, толық сезімді баланы барып, кейіннен жақсы ата-ана, жақсы ата, жақсы құрбы, жақсы ұстаз тәрбиелейді. Сондан жаңағы Абай атамыздың өзі айтып отыр ғой, бала дейді, осы үшеуін дейді, яғни әлеуметтік ортаға оралайық, яғни жақсы, хош, бала жақсы туды дейік. 12 мүшесі сау, толық сезімі, жан каналдары ашылған, енді жақсы ата-ана керек дейді. Неге? Өйткені бала дейді, осы жақсы ата-ана, жақсы ұстаз, жақсы құрбы үшеуінің қайсысын көбірек сүйсе дейді, мінезі содан көбірек алады дейді. Сондан Абай өзің ұлағатты өмірінен үзінді келтірсек, Тұрағұл өзінің әкем туралы деген еңбегінде айтады. Әкем дейді, бізді қасында ұстайтын дейді. Байқап, қасында ұстайтын дейді. Не істесек те тимай дейді. Жаңағы тоғызымалақ, ханталапай, дой бойнап, асыр салып қасында жүретінбіз дейді. Тек шарты қасымнан кетпеңдер деп айтатын дейді. Егер біз балалықпен жаман жәутіктердің балаларымен ойнап кетсек, менен артық тапқан құрбыларың сол ма деп ренжитін дейді. Сонда Абай біліп отыр осы шарттарын тәрбиенің. Сондықтан Абай ол өзінің балаларына жақсы құрбы тауып бере алмағанын сезгендіктен де, ол өзі балаларына жақсы ата-ана, әрі жақсы ұстаз, оған сөз жоқ, және жақсы құрбы бола білген. Сондан Абай мектебі жемісін берді, және жемісі қандай керемет. Абайдың бүкіл мектебі керемет енді. Балаларының бәрі өнер бар. Абдрахман ғалым керемет, көкірек көзі ашық, сондай скрипкада, мандолинде ойнайтын, Ақылбай ақын, Мағауия ақын, барлық балалары өте білімді және өнерлі болды. Міне шын мәніндегі ең үлкен дәлел ол өскен өзін дәлелдеген балалары ғой Абайдың. Міне сонда Абайдың жаңағы айтып отырған тәрбиесі ол шын мәніндегі дәлелденген өміршеңдігін көрсеткен тәрбие. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы тәрбие тал бесіктен деп аталады. Енді бағдарлама барысында ой пікір туындап жатса, немесе қонағымыз филология ғылымдарының докторы, абайтанушы ағамыз Омар Жалел, кандидаты, абайтанушы Омар Жалел мырзаға қояр сауалдарыңыз болса, 55-30-66 нөміріне қоңырау шалсаңыздар әбден болады. Енді Омар мырза, мына жаңа еркін ұстаған, өзінің жанында ұстаған деп отырсыз. Енді мына заманда баланы көп жағдайда ата-ана тыйым салмайды, тыйым мен тәрбиелеу дұрыс па жалпы баланы? Жалпы мынау бар, ұлға 30 үйден тыйым, қызға 40 үйден тыйым деген қағида бар. Бұл жалпы мынау тыйым деген нәрсені біз дұрыс ұғуымыз керек. Жалпы нені тыямыз біз? Неден тыю? Неден тыямыз? Біз кейде мысалы баланы тыямыз деп оның еркіндігін тыйып тастаймыз. Кейіннен ол баладан ештеңе шықпай қалады. Біз оны еркіндік дегеніміз ол шығармашылықтың алғы шарты. Мысалы Шәкәрім айтамыз айтады ғой, ақылға еркін ой керек дейді.
ақылға еркін ой керек, түсінесіз ба? Ал енді Майлықожа айтады ғой, еркелетпе балаңды, еркелетпе дейді, еркімен өсір дейді балаңды, тәлпіш қылсаң қызыңды жүрекке дақ салады дейді. Сонда біз еркелету мен еркін өсірудің аражігін ажырата алмай қалдық. Бұл еркіндік, бұл адамның жанының, адам жан мен тәннен тұрады деп түсінсек, яғни анық екендігі ақиқат. Еркіндік ол жанның қалауы. Ал еркелік ол нәпсінің қалауы. Яғни аспандағы айдапер дейтін еркелік. Сонда ол біз баланы өзіміз бұзамыз, еркелетеміз. Ал қазақтың өз ата тәрбиесі айтып отыр ғой, ерке баладан жынды бала жақсы дейді. Кейіннен сол еркелетіп әбден жаңағы басымызға шығарып жүрген балаларды игере алмай қаламыз. Сондан еркін өсіру керек. Еркіндік деген не? Еркіндік дегеніміз ол танымның алғышарты. Мысалы, бала жұмсақ ойыншықтардың жарып ойнайды, ішін көргісі келеді. Кейде өтек ташып тастауы мүмкін, мысалы. Сағатты шағып тастауы мүмкін. Кейде гитараның ішін жаңағы көргісі келеді, оның ішінде не бар? Бұл деген не? Бұл ана адамның болашақ генийдің алғашқы қадамдары. Біз оны ұрамыз, мысалы, болмайды, жазалаймыз жағы. Кейіннен баланың еркіндігі шектелгеннен кейін оның жағы білсем-ау деген қалауына сыза түседі. Ол жасқаншақ болып қалады. Сондықтан жапондар жалпы 7-ге дейін балаға тиіспейді екен. 7-ге дейін. 7 жасқа дейін оларда. Мысалы, қазақтың ұғымында 5-ке дейін. Қазақ 5-ке дейін патша дейді. Патша дегеніміз не? Патша деген ойынан не келсе соны істейтін адам. Ерке емес, ойынан не келсе соны іске асыратын адам. Яғни өзінің ойына алғанын үздіксіз іске асыратын адам. Мысалы, Машһүр Сыбатамыз айтады, сұлтан дейді ғой, арабтар патшаны. Сұлтан деген сөз дейді, ойынан не келсе соны істей алатын адамды айтады дейді. Сонда қазақ айтады, 5-ке дейін балаңды патша қылып өсір дейді. Яғни оның еркіндігіне шектемейді, еркелетпейді, бірақ еркіндігін шектемейді. Мысалы, Шәкәрім атамыз еркін болғаны сондай, ол екі ауылдың арасына қойдың шегін кептіріп, ширатып, телеграф жасаймын деп бағана қағып, сол шек тартқан екен. Еркіндігі сондай, сөзсі. Кейіннен келген сағаттардың бәрін шашып қарап, кейіннен Ахат ағамыз айтады, Ахат ұлы, кейіннен Сайт Қорада барған кезде сағатын жүрмей қалып еді, соны 70-те дейді, көзіне лупасын киіп, сағатын жөндеп берді дейді. Ол не? Ол сол бала кездегі еркіндігінің нәтижесі. Біз қорқамыз ғой, сындырып тастайды. Бүлдіріп қояды деп. Жарайды, ол бір өтекті бүлдірір. Кейіннен ол 1000 өтекті жөндейтін місмер болып шығуы мүмкін ғой. Мүмкін. Міне сондықтан біз осы мәселелерге неге осының бәрі неден? Осының бәрі мен өзім ойлаймын, бұл кедейшіліктен, жаңағы үнемі жарымағандықтан, жаңағы шын мәніндегі жапондар мысалы бала қиратып тастасын бір нәрсені 7-ге дейін қол тигізбейді екен. Міне осы мәселелерді біз назарда ұстауымыз керек қой деп ойлаймын. Содан соң мынандай сұрақ бар, енді бүгінгі таңда технология дамыған заман, жаһандану процесі келді батыстан деген сияқты. Жалпы технологияның заманында балаларымызды белгілі бір деңгейде ғаламторда тәрбиелеп жатқандығы жасырын емес. Мұндай жағдайдың алдын алу үшін жалпы ата-ана не істеу керек? Жалпы мен өзім ойлаймын, мына ғаламтордың еркіне баланы беріп қою, бұл үлкен бір қылмыс баланың алдында. Қылмыс да кәдімгі. Неге? Өйткені ол ғаламторда балаға ол неше түрлі нәрсені көреді. Оның жаңағы рухына, оның жалпы әлсіз иммунитетіне сызат түседі. Әртүрлі психологиялық ауытқулар болып отыр қазір, мысалы, ғаламтордың кесірінен, мысалы. Сондан баланы шектеу керек. Мысалы, ол ғаламтордың өзін, мысалы, ғаламтор деген нәрсе ол мысалы пышақ сияқты. Пышақ, мысалы, егер адамның ақылы болса, пышақты ол игілікке де пайдалануға болады. Егер адам жауыз болса, егер мәдениет төмен болса, оны жауыздыққа, қастандыққа пайдалануға болатын сияқты. Ол ғаламтордың да екі жағы бар да. Ол адамнан ғаламтор кез келген өркениеттің, цивилизацияның өнімі адамнан мәдениет талап етіп отыр қазір. Яғни оған біз қалай қатынас жасаймыз? Мысалы, бәрімізде де ұялы телефон бар, мысалы. Ұялы телефонды, мысалы, мағынасыз пайдалануға болады. Бірақ ұялы телефонды жақсы фильм көруге, ағылшын тілінде, мысалы,
пайдалы ақпарат алуға, әртүрлі мысалы жаңалықтар көруге пайдалануға болады мысалы. Сондан ол адамның ішкі мәдениетіне байланысты. Сондан баланың оң мен солын танып үлгермеген баланы ғаламтордың алдына отырғызып қою немесе телевизордың алдына телміртіп отырғызып қою, ол ата-ананың жаңағы өзінің бас пайдасын, өзінің жан тыныштығын ойлаудан келіп шығады. Жан тыныштығы дегенде ол шын мәніндегі оның жан тыныштығын дегенде ол қай жанды айтып отырмыз? Ол ата-ананың нәпсінің тыныштығы. Нәпсі деген бар, көбінесе біз өзі екі жанымыз бар ғой. Шын рухымыз бар. Шын мәніндегі керісінше нағыз рухы жетілген ата-ана баласын жаңағы компьютердің алдында телміртіп қойған кезде немесе байқамай келген кезде шын мәніндегі жаны тыныш таппай безек қағу керек, сөзсіз бе? Иә. Ол Құдай-ай, мен баламды қайда беріп қойдым, мен ол ненің құшағына беріп қойдым, ненің ықпалына беріп қойдым деп ол дабыл қағу керек. Сондан жан тыныштығы деген кезде ол нағыз жан тыныштығы қашан балаң кітап оқыған кезде, жақсы кітап оқыған, өзің балаң кітап таңдап беруің керек мысалы. Жақсы ертегі оқып жатса, міне сонда ата-ананың жаны сонда ғана тыныш табу керек. Ал нәпсі, әйтеуір ол жаңағы эгоистік нәпсі, әйтеуір бір мезгілге маған мазамды алмас екен, әйтеуір жаңағыдай жетегімнен тартпас екен деп жаңағыдай баланы отырғызып қою, ол жан тыныштық емес. Ол керісінше ол өте зиянды нәрсе. Осы екі нәрсені айыра білуіміз керек. Бұның бәрін айыру үшін жалпы адам неден тұрады, соны біз білуіміз керек. Адам өзі Абай айтады ғой, бала екі өзі классикалық фундаменталды ұғымдарды бірінші анықтап алу керек. Бала дүниеге келген кезде жаңа ішсем, жесем, ұйықтасам, бұл тән құмары, және көрсем, білсем, жан құмары дейді. Осы екі нәрсемен келеді дейді. Сондықтан біз баланың жанының құмары не дегенде, ол көрсем, білсем, яғни шын мәнінде оған жанның құмары, жанның азығын, яғни жанның дұрыс азығын біз ұсына білуіміз керек. Мынау асыл азығын, жанға қуат беретін жақсы нәрселерді ұсына білуіміз керек. Біз көбінесе бала ізденеді әрине, бірақ шын асылды таппағаннан кейін оның орнына ол суррогаттарды пайдаланып жатыр. Суррогат дегеніміз жаңағы көшірме, сапасыз жаңағы нәрселерді пайдаланып жатыр да. Кейін сондан ол баланың рухына, жаңағы жанына азық бермейді, оны тек қана бұзады баланы. Ардақты ағайын, бүгінгі студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы Омар Жәлел мырза. Тақырып тәрбие тал бесіктен. Егер осы тақырыпқа байланысты немесе Омар ағамызға қояр сауалдарыңыз болса, 55-33-66 байланыс нөміріне хабарласыңыздар дейміз. Енді бағдарламамыздары қарай жалғастырсақ, Омар ағамына қыз 15-ке келгенде шашынан көп жаласы деп толғаған, Бұқар бабамыз. Кешегі даналарымыз қызды қырық үйден тый, қала берсе қара күннен тый дейді. Қазақ қыз бала тәрбиесіне неге ерекше мән береді? Енді ол өзіне өзі түсінікті нәрсе деп ойлаймын. Өйткені шын мәніндегі қыз бала ертең ана ғой. Бүкіл рулы елдің, бүкіл елдің анасы, ұрпақ тарататын елдің болашағы қыз бала. Сондықтан қыз елдің ертеңі болғандықтан да жалпы біздің бабаларымыз бүкіл күшін осы басым энергиясын қыз баланың тәрбиесіне көп жұмсаған. Қыздың жолы жіңішке деген не? Жіңішке дегеніміз не? Ол қыздың жолы жіңішке дегеніміз, қыздың бір тайып кетсе оңалуы қиын деп. Ал енді ол қыз балаға біз қазіргі кезде жалпы қазіргі кезде біз қазақ қыздарын кейде орынсыз кінәлап жатамыз. Шын мәнінде Абай атамыз айтады ғой, бір адам жаман болса замандасының бәрі виноват дейді. Яғни ол қыз бала сол әрине оның әке-шешесі, өскен ортасы әрине ықпал етеді. Бірақ мындай бір мәселе бар. Қазіргі қазақ қоғамы қызды тиям десе тия алмайды. Неге? Мәселе сонда. Неге? Өйткені бұрында қазақтың жазылмаған заңы бартын. Адат дейді ғой. Адат. Заңдар жинағы болатын. Ауызша заңдар жинағы. Ол сол бойынша
жаңағы айтып отырған мақалыңыз, қызға 40 үйден тыйым, қала берді қара күннен тыйым, ол сонда жазылған тынды. Қызға кез келген қоғамның мүшесі, жаңағы егер қыз сөлекет қылық жасайтын болса, тыйым салуына қақысы бар деген заң бар, түсінесіз бе? А қазіргі кезде сіз мысалы айтып көріңіз қазақ қызына. Неліктен солай болды? Неліктен солай болды? Өйткені біздің қазіргі кезде сол өзіміздің дәстүрлі заң жүйесі жұмыс істемей тұр. Дәстүрлі заң жүйесі жоқ. Біз жаңағы қыз балаға дәстүрлі заң жүйесінен гөрі біз сырттан таңылған заңдарды біз қанағат етеміз. Мысалы, адамның құқы. Мысалы, қыз бала шылым тартып тұрмын, өзі біледі, тарта ма, тартпай ма мысалы. Мысалы, халықаралық конвенция бойынша мысалы адамның құқы деген бар. Ол өзі біледі, шылым тартқысы келе ме, тартқысы келмей ме мысалы. Сен барып айтсаң қазір мысалы қазақтың қызына, сізге айтады, сіздің хақыңыз қанша дейді. Мен өзім білемін, тартам ба, тартпаймын ба. Не істейсіз ал? Ал қазақта бұрынғы дәстүрлі қоғамда ол моральное право деген болған, моральдық құқ. Әр адам жаңағы қыздың сөлекет қылығына тыйым салуға хақысы болған. Сонда біз тұрғыда дейсіз ғой. Моральдық тұрғыдан. Сонда бізде моральдық заң деген ұғым бізде жоқ қой. Бізде тек қана әкімшілік заң бар. Жаңағы не бар? Қылмыстық заң бар. А моральдық заң деген қайда? Сондықтан мен өзім ойлаймын, біз қазақ қоғамы өзінің моральдық заңын қабылдауымыз керекпіз. Кез келген мысалы қазақ қоғамындағы үлкен адам немесе басқа бір 40-тың біреуі қазақ қызына тыйым салуға хақысы болу керек. Жақсы, сөзіңіз аузыңызда. Омар аға, бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Сауал қоям екен, көрейік. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Сіз әуе толқынындасыз. Алло, ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Қай өңірден хабарластыңыз, есіміңіз? Радио қабылдағышын дауысын басып қойыңыз. Саламатсыз ба? Мен Тараз қаласынан хабарласып тұрмын. Сауалыңыз бар ма, қояр? Есім Асқар, сауалым бар. Омар аға, мына адамның рухы туралы айтып жатсыз ғой. Ең басты нәрсе деп ойлаймын, әке шешесінің рухы әлсіз. Ана балаларды айтып жатсыздар, интернет ана рух әлсіз болса, 10 жерден айтсын, ол тәрбиелей алмайды. Өйткені қазір барлығының рухтары әлсіз болғандықтан ана балаға әсер етпейді ол. Бұрынғы кезде, мысалы, Бауыржан Момышұлыны алсаңыз, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты алсаңыз, олардың әкесі молда болған. Олардың рухы мықты болғаннан, олардың балалары сондай. Ал қазір рухты күшейту үшін әке шешелері балаларын ертіп алып, мысалы, әулиенің бастары бар, мысалы, Қарахан әулие бізде бар Таразда, Тектұрмас әулие бар, Райымбек әулие бар. Сондай жерлерге барып тұру керек. Сонда ол әке шешелері бар, мен балаларын апар деп жатқан жоқпын. Олар тәрбиеленеді, рухани тазарады кішкене. Райымбек әулиенің басында елбасымыз пайда болды. Егер осындайға теріп шықсаңыз, мықты адамның балаларының бәрі әкелері молда. Қайсын алсаңыз да. Мына Омар ағама рахмет, Алла разы болсын. Өмір жасы ұзақ болсын, бала-шағалардың қызығын көрсін. Бірақ мына айтылып жатқан заттарыңыз неге кітап жүзінде шықпайды? Кітап жүзінде адамдарға талқылап түсіндіру үшін. Мына сіздер айтасыздар, жақсы, бұны ешкім көре алмайды, бәрі теріп, бүйтіп аңдып отырмайды ғой хабарды. Бірақ мына ағамыздың әңгімесіне рахмет, мүмкін қолдау жоқ шығар, қолы қысқа шығар. Бірақ сіз сияқты адамдар осыға радио бірдеңке көмектессе дейміз да, халыққа жеткізсе. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға, және екінші тыңдарманды да қоссақ. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Қай өңірден хабарластыңыз, есіміңіз? Астана қаласынан. Есіміңіз? Болат. Болат. Сауалыңыз бар ма? Иә, сауалым бар. Айтып отырған кісіге... Омар ағамыз? Иә, Омар ағамыз. Сосын сізден сұрарым, осы айтып жатқан сөздердің бәрін записке жазып алуға бола ма, или сіздерден алуға бола ма сол? Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Біз мұрағатымыздан
shalkar.fm.kz сайтынан мұрағаттан бұның барлығын тыңдай аласыз әрине. Бізге хабарласқан тағы бір тыңдарман бар екен. Қозайық. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз. Мен Омар Әлиұлына қоятын сұрағым бар еді. Мен Астана қаласында Еуразия ұлттық университетінің филология факультетінің студентімін. Омар ағай, кеш жарық, сізге қояр сұрағым осы қазақ қызы тұрмысқа шыққан кезде берілетін қалың мал туралы. Біздің еліміздің батыс өңірінде қалың мал деген нәрсе жоқ. Яғни қалың мал берілмейді. Сол туралы өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз. Сіздің студентіңіз де болуы мүмкін, иә. Енді мынау қалың мал деген нәрсе жалпы мен өзім ойлаймын, мынау жалпы кез келген құнды нәрсе ол қымбат тұру керек. Мысалы, мынау қазақ өзі айтады, қараңыздар, мен ішінен ойлап тауып отырған жоқпын. Қазақ айтады, қалың малын көп беріп дейді. Қараңыздар, көргенді жерден қыз алсаң дейді. Яғни текті жерден қыз алсаң. Мейманыңа тік тұрып қызмет етер дейді. Қалың малын аз беріп, көргенсіз жерден қыз алсаң дейді, байының қойнына бір жатқан міндет етер дейді. Сонда қарасаңыздар, өзі қазақта бұл кез келген нәрсе экономикалық эквиваленті болған. Мысалы, біз айтамыз қыздарға қымбаттым дейміз, шынымен де қазақтың қызы бұрын қымбат болған. Ана Мөңкебай айтады ғой, қазір сөздің дәні кетіп, қауызы қалды дейді ғой. Қауызы қалды. Оның қауызы ғана қалды ғой бұл сөздің. Біз қымбаттым дейміз. Шынымен де егер қыз қымбат болса, ол үйлене салып бала ажыраса ма? Қазір 3 некенің екеуі ажырасып жатыр. Неге? Өйткені ол оған арзанға түсіп тұр. Сондықтан да мен өзім ойлаймын, адамға неғұрлым ол әрине ешкім бұл жерде қалың малды жаңағы қызды сату деп ұқсақ, ол үстір тұғым. Қалың мал дегеніміз болашақ көтерілетін отбасының іргетасы. Соған жұмсалады. Мысалы, сол қалың малға қыздың бұрын жасауы жасалған. Қазіргі кезде жасауға ешкім мұқтаж емес. Қазіргі кезде мен өзім ойлаймын, ең үлкен негізінен қалың мал ол екі жақ қосылып, ол ана болашақ көтерілген жас отауға тұрғын үй алып беру керек деп ойлаймын. Өйткені заман өзгеріп жатыр да. Қазір мысалы көрпе жастық, шыны ыдыс аяқ, оған ешкім мұқтаж емес, оны сатып та аламыз. Бірақ ең үлкен мұқтаждық жастарға біз сол үй алып беруіміз керек. Сонда біз өсеміз. Өйткені қазақ айтады ғой, үйі жоқтың күйі жоқ дейді мысалы. Мысалы қарасаңыздар, қазір бұл ең үлкен проблема. Қазір кезде жаңағыдай үлкен шығын жасап, ысырап қылып, мысалы ұлан-ғайыр той жасап, кейіннен жастар пәтерден пәтерге қаңғып жүрсе, меніңше ол дұрыс емес сияқты. Несиеге той жасап. Иә, несиеге той жасап. Сонда мен өзім ойлаймын, жалпы қазақ бұрын қалың малға, қазақ қызына берген қалың малға қыздың жасауын жасаған. Онда ине жіптен бастап тұратын шаңырағына дейін, кигіз үйге дейін барлығы бартын де. Яғни жастар кейіннен әрине ол жаңағы материалдық жағдайымен бәрі түзу болып кетеді, тек қана соған байланысты деп айтсақ, ол да үстірттік болар еді. Әлбетте ең бірінші ол жаңағы қыз баланың тәрбиесі, текті. Мысалы, ол текті қыз өте неге қазақ тектін таңдаған? Өйткені текті қыз ол әке-шешесін жерге қаратпаған. Ол барған жеріне тастай батып судай сіңген. Ол тектілігі сондай, оның 12 канал ашық болғандықтан да ол үлкеннің үлкендей, кішінің кішідей, көршінің көршін бәрін көңілін тауып, ол ана Бұхар жырау айтады ғой, ұрғашының жақсысы әбжыландай есіліп бозжорғадай болған дейді. Әбжылан, су жыланы сияқты сондай пластикасы керемет болған, яғни мынау рухани мінезі бай болған. Сондай қыздар қымбат тұрған қазақта. Ал енді тәрбиесі нашар, тексіз қыздар ол арзан тұрған. Оған оны жасыратын ештеңесі жоқ. Енді бүгінгі бағдарламаға байланыстыға, тақырыбымызға байланысты, өзіңіздің ойыңызды түйіндесеңіз, тәрбие тау бесіктен мәселесіне, тақырыбына байланысты. Мен айтады ғой, мың жылдығын ойлаған адам, не дейді, ағаш егеді, мың жылдығын ойлаған адам бала өсіреді деймі? Бала өсіреді. Яғни біздің негізі ағаш жаңағыдай жапырағымен, адам ұрпағымен дейді ғой, біз ұрпағымызбен мықтымыз. Сондықтан қазіргі кезде біз Смағұл Садуақас айтқан ғой,
өткенге жаңағыдай сергек көзбен, ашық көзбен осы кезге дейді жаңағы сергек көзбен қарауымыз керек та. Қазіргі кезде біз негізінен ойлануымыз керек, мысалы сұрақтың астына қоюымыз керек проблемаларды. Бұл неге? Өйткені сұрақтың астына қою дегеніміз бұл проблемаларды шешудің алғы шарты. Біз көбінесе ойланбай жасаймыз. Неге? Өйткені Құдайға шүкір деп айтайық. Осы мен айтып отырған қазынаның барлық қазақта бар. Өзімізде тұнып тұр бұның бәрі. Негізінен біз рухани жағынан, моральдық жағынан, тәрбие жағынан ешкімге де, ешқандай халыққа да біз мұқтаж емеспіз. Біз осыны ашық айтуымыз керек. Негізінен біз неге ондай күйге душар болдық? Өйткені біз отаршылдықтан шыққан халықпыз. Отаршылдықтың ең ауыр зардабы жаңағы халықтың есі кетіп қалады. Халық өзіне өзі сенуден қалады. Өзінің керемет байлық иесі екендігіне сенуден қалады. Қазіргі кезде отарсыздану процесі басталу керек. Отарсызданудың ең үлкен нәтижесі халықтың өзіне өзі сену керек. Өйткені өзіне өзі сенбейтін, өзін сыйламайтын халықтың болашағы жоқ деп ашық айтуға болады. Қазақ айтады, өзіңді өзің сыйласаң, жат жанынан түңілер дейді. Өзін сыйлау деген не? Өзіңді сыйлау дегеніміз өзіңнің ғасырлық жаңағы ғасырлар бойы қалыптасқан бай мәдениетінде игеруің, соны құрметтеуің, соны культивировать етуің. Осыдан кейін культура сөзі осыдан шығады. Яғни бір нәрсені әспеттеу, сөзсіз бе? Насихаттау, әспеттеу. Неге? Өйткені біз қазіргі кезде біз шын мәнінде қазақтықтан қорқатын болдық. Шын мәнінде айтады ғой, Сұлтанмахмұт айтады, Міржақып айтады, әкем қазақ болғанда шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын, мен қазақпын деп мақтанамын дейді. Шын мәніндегі қазақпын деп біз бірақ ол құр жадағай мақтану болмау керек. Ол шын мәніндегі неге біз қазақ ретінде біз мақтануымыз керек? Біз немізбен мақтана аламыз, міне соны біз көрсете білуіміз керек. Соны және көрсетіп қана қоймай, соны практикалық өмірде пайдалануымыз керек. Оны іске жаратуымыз керек. Өйткені машһүр айтады ғой, ғылым біл, жұмыске оған серік дейді. Яғни біз ғылым ғой бұның бәрі. Бірақ оны біліп қана қойсақ, егер оны біз жұмыс істемесек, соған серік, онда білгеніміздің бәрі тұл болады да, оның бәрі бес тиын болады құны. Қазір заман бізге біліп қана қоймай, оны енді іске асыруды талап етіп отыр. Сонда біз жаңағы айтып отқан нәрселерді әрбір адам ойлансын. Отан отбасынан басталады. Кейбіреулер мысалы отанды түзейміз дейді. Отанды емес, бірінші отбасын түзеу керек. Әр отбасында отағасы өзінің жаңағы жұбайына, балаларына ие болса, ол үшін шында жаңағы жігіт дұрыс айтады, ол отағасының өзі тәрбиелі болу керек. Сонда ғана ол рухы күшті отағасы ғана отбасын шашау шығармай ұстайды. Жақсы, рахмет аға, студиямызға. Сізге де рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Десе де бізге хабарласып жатқан тыңдарман бар ма екен? Тыңдарманы жоқ дейді. Жалпы ата көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер деп бабаларымыз енді ұрпақ тәрбиесінде әке шешенің маңызды рөл атқаратын дөп басып айтқандығын білеміз. Тәрбие адам тағдырын шешеді дейді. Белинскийдің өзі айтқан екен. Баланы өсіру, оны азамат етіп тәрбиелеу елдік мәселе, былай қарап тұрсаңыз. Және ата-ана соған жауапты. Шалақын айтады ғой, бедеу айтады ғой. Атадан жаман туған бала болса дейді. Жаман туған дейді сөз. Тағы айт. Негізінен тек деген нәрсе, генетика деген мәселе ол өте маңызды екен. Біз соған назар аудармай кетті. Өйткені генетика ол совет үкіметі қудаланған ғой. Вавилов генетика қудаланған. Содан атадан жаман туған бала болса, үйде жатқан атаға сөз келтіреді дейді. Сонда мына қазақ айтады ғой, туысы жаман туғанын жамандайды, атасы жаман алғанын жамандайды. Байқайсыз ба? Сонда бұл туысы жаман деген сөз бар да. Сондықтан қазіргі кезде қазақ өзі әбден риза болғанда айтады ғой, тусаң ту дейді. Шынымен де туғызу керек қой. Анау Абай айтады ғой, Әбіш туралы айтады ғой, Абай. Керемет. Бір жеке бір тақырып қылып алармыз, Алла қаласа. Қазақ жасының идеалы ретінде. Сонда Абай атамыз айтады ғой, іздеп табар жалғаннан бала берген пендедім. Пенде өлмейді арманнан, мінекей мен де өлмедім дейді. Сонда ол Әбіштің туысы керемет болып тұр ғой.
міне сондықтан алла тағала бізге сондай әбіш сияқты мәшһүр жүсіп сияқты балалардың тууына себеп болды. Біз негізінен соған қарай назарымызды аударуымыз керек та. Өйткені біз тек қана салдарымен ғана күресіп жатырмыз. Шынымен де. Жақсы, рахмет сізге. Бағдарламамыздың дыбысын қадағалап әнмен әрлеген әріптесім Еркебұлан Жұмаділұлы, ал микрофон алдында болған Ақбота Қанайқызы, студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы Омар Жәлел мырза болатын. Ардақты ағайын, Шалқар ұлттық радиосы әр шаңырақта қосулы болсын.